туысы бірдің уысы бір. Ғалымдар жеті атаға дейінгі ұрпақ алмасу шамамен 1,5 ғасырға созылатынын дәлелдеп отыр. Ал осы дәстүрді елемеудің салдарынан туындайтын 1000-нан аса ауру түрінің бар екендігін ескертіп, дабыл қағуда. Қалай десек те, бабаның өсиеті баланың келешегі үшін екенін ұмытпасақ екен. Армысыздар, көрермен қауым. Мен қазақ тілінің маманы Дүйсенбаева Гүлнұршат Қызербекқызымын. Жетекшілігімдегі тіл мәдениеті үйірмесінің бүгінгі айдарын ұлт саулығы ұрпақ саулығынан басталады деп атауды жөн көрдім. Себебі болашақ ұрпағының қамын ойлаған кешегі ата-бабаларымыздың көрегендігін бүгінгі жастарымызға тіл мәдениетін сақтай отырып, дәстүрімізді дәріптеу, ұлттық наным сенімге бағыттау, оларды тәрбиелеу ұстаздық парызымның бірі деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі айдарымызды бастайық. Қазақта жеті атаға толмай қыз алыспау дәстүрі бұл ертеден келе жатқан қатаң құқықтық заң ереже. Қазіргі кезеңде жеті атаға толмай қыз алыспау бұл дүниеге келер ұрпақтың қанының тазалығы мен денінің саулығын сақтаудың ең сенімді жол екендігін әлем мойындады. Себебі бұл физиологиялық және психологиялық ауытқуды және ауруды тудыратын генетикалық өзгерістердің алдын алу үшін жасалған сақтық шарасы. Ал сіз әлемде генетикалық өзгеріске ұшыраған ауру жандар туралы білесіз бе? Олай болса, назар аударыңыз. Су перісінен бастайық. Олар шын мәнінде біздің өмірімізде бар екен. Туылған 100 000 баланың біреуі су перісі, яғни русалка болып туады. Медицина тілінде айтқанда бұл феномен сиреномелия ауруы деп аталады. Бұл ауруға шалдыққан бала ананың қарнында жатқан кезде екі аяғы қосылып кетіп, балық тәріздес болып кетеді. Оларда тіпті жыныс мүшелері де болмайды. Мұндай аурумен туған балалар бірнеше ай ғана өмір сүреді. Екінші орында циклоптар. Олардың ерекшелігі тура аңыздардағы циклоптар сияқты көзі біреу болғандығында. Циклопия ауруы жүктіліктің бірінші айында пайда болады. Осы уақытта олардың миы мен көзі дами бастайды. Бұл мутацияға түскен балалардың мұрны болмайды, оның орнына көздің үстіңгі жағында бұлшық еттерден құралған тыныс алу мүшесі болады. Циклопия ауруы хромосомалық мутацияларының салдарынан немесе ананың тератогендік заттарды қабылдауынан пайда болады. Келесі протея синдромы. Бұл ауруғыда сүйек бұлшық еттердің май қабаттары тоқтамай өсе береді. Осының салдарынан адамның кейбір дене мүшелері қарқынды деңгейге дейін өседі. Протея ауруына шалдыққандарда ойлау қабілеті бұзылмайды, бірақ бұл аурудан кесірінен жүйке жүйесі бұзыла бастайды. Төртінші орында этеродактилия ауруы. Бұл ауруда адамның аяғы мен қолында саусақтарының өсуінде аномациялар болады. Кейбір кездерінде саусақтары болмауы мүмкін. Сүйектер дами бастаған кезде деформацияға ұшырайды. Бұл жан түршігерлік жағдай. Фибродисплазия. Бұл өте қорқынышты және сирек кездесетін ауру. Бұл аурудың даму кезеңінде адамның мүшесіндегі бұлшық еттер мен сіңірлер сүйекке айнала бастайды. Мутацияның салдарынан ауру жылдан жылға асқына береді. Нейрофиброматоз. Өте қорқынышты ауру. Бұл аурудың 7 түрі болады. Бұл ауру кезінде денеде көптеген ісіктер, дақтар, сұмдық мөлшерде пайда болып кетеді. Прогерия ауруы. Генетикалық кемшіліктердің салдарынан пайда болған өте сирек кездесетін ауру. Прогериямен ауыратын адамдар терісінде және ішкі құрылысында үлкен өзгерістер болғандықтан адамның денесі ерте қартая бастайды. Прогерия ауруына балаларда да, үлкен адамдар да шалдығады. Бұл ауруға шалдыққан балаларда шаштарында кірпіктері де өспейді. Осы қатерлі аурумен қиналған балалардың да, үлкендердің де терілері әжім болып кетеді. Вирустық эпидермодисплазия. Терінің сирек кездесетін ауруы. Баланың жас кезінен бастап денесінде сүйел тәріздес ампулалар пайда болады. Ағаш тәріздес адам естеріңізде ме? Дәл сол ауру осы жайлы айтылған. Бұл аурудың даму себебі адам ағзасының эпидермодисплазия генетикалық бейім болуында. Триметиламинурия ауруы. Бұл генетикалық ауру өте сирек кездеседі. Мұндай адам жаныңызда болса, сіз оны бірден сезесіз. Бұл ауру ағзада триметиламиннің көп мөлшерде жиналуынан пайда болады. Бұл адамнан терлеген кезде жағымсыз иістің шығуына әсер етеді. Адамнан шіріген балықтың, нәжістің, бұзылған заттардың иісі шығады.
Леша-Нихена синдромы зат алмасу процесінің бұзылуынан болатын тұқым қуалайтын ауру. Бұл аурудың салдарынан ойлау қабілеті төмендеп, адамның ашушаң болып, өзін соғып, денесіне көп зақым келтіруі мүмкін. Зәрде-зәр қышқылы көбейіп кетеді. Бұл синдромға шалдыққан адамдар өздерінің тырнақтарын, саусақтарын, қолын, иығын, ернін тістелеп, кейбір кездерде өздерінің дене мүшелеріне ампутация жасауы мүмкін. Ауырғанды сезу қабілеті сау адамдағыдай болады. Тағы бір сөзімізге дәлел келтірсек, ол кейбір ғашықтық жырларындағы қалқаман мамыр дастанын алатын болсақ, мысалға осы 7 атаға толмай қыз алыспау заңы анық көрсетілген. Бұл дастан Шәкәрім Құдайбердіұлының 1722 жылы шынайы оқиғаға негіздеп жазған дастаны болатын. Тарихи оқиғаға байланысты жазылған дастан десек те болады. Мұнда жас жігіт қалқаман мен ару қыз мамыр бір-біріне ғашық болып үйленбекке бел байлайды. Дегенмен де арасындағы туыстық қатынас 7 атаға толмағандықтан ақсақалдар оларға шек қойып, бұл дәстүрді бұзғаны үшін 2 жасты өлім жазасына кеседі. Осылайша мамырды туыстары атып тастаған екен. Біз бұдан қазақтарда 7 ата қағидасының өте қатал заң екенін аңғаруымызға болады. Және де руды сұрау үлкен ұлағат. Жастардың арасында өзара руды сұрасып, білісіп, танысқаның ешқандай да айыбы жоқ. Және де біз оны жаман әдетке жатқыза алмаймыз. Себебі сол арқылы әрбір танысқан қыз бен жас жігітіміз өзара туыстық байланысын, алыс жақындығын айыра білетін болады. Сондай-ақ белгілі зерттеуші ғалымдардың пікіріне келетін болсақ, дәл осы қазіргі заманғы медицинаның дамуында 7 атаға толмай қыз алысудың ұрпақ саулығына кері әсерін, зиянын тигізетін дәлелдеп көрсеткен екен. Және де ол дәлелдерін көршілес мұсылман елдерден бірнеше мысалдар арқылы берген екен. Қарайық. Мысалы, көршілес өзбек елдері туыстарының бір-бірімен үйленуіне қанша тыйым салса да, ол дәстүрді тоқтата алар емес қазіргі кезеңде. Ал Тәжікстанда осындай некенің кесірінен мүгедек адамдардың саны көбейіп кеткен. Осыған байланысты үкімет арнайы қаулы қабылдап, өзара туыстық, қандастық байланысы бар жақын адамдарды некелеспеуге шақырған. Ал Қарақалпақ және Ноғай, Құмық, Башқұрт елдерінде де бұл 7 атаға толмай қыз алыспау деген дәстүр тіптен жоғалып бара жатыр екен. Себебі халықтың саны аз болғандықтан амалсыздан олар өзара қыз алысуға бейімделе бастаған. Сондай-ақ мынау көрші еліміз Қытай елі де некелену алдында қан тапсыруды міндеттеген екен. Ал араб, парсы, түркі елдерінде бір анадан болмаса ағайындыларды үйлендіре береді екен. Ондағы себеп жақсы қызды жатқа бермейміз деген сылтаумен өзара 2 жасты үйлендіре береді екен. Енді ұлттық өреде ойлау бұл 7 атадан басталады дейміз. Ал сіз өзіңіздің 7 атаңызды білесіз бе? Олай болса біле жүріңіз. 7 ата бізде бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата болып бөлінеді. Сондай-ақ 7 ұрпақ дегенде ұғым бар екен қазақта. 7 ұрпақты ұлдан тараған, қыздан тараған деп 2-ге бөліп қараған екен. Ұлдан тараған 7 ұрпағымыз ол бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, жекжат, жырағат. Ал қыздан тараған 7 ұрпағымыз ол қыз, жиен, жиеншар, көгеншар, дегеншар, жүрежат, туажат. Сондай-ақ 7 атасын білген 7 жұрттың қамын жейді деген біздің халық арасында үлкен даналық бар. Даналық сөзі бар. Сол сөздің дәлелі ретінде біз 7 атадан асқан ағайынның түрін де білуіміз керек екен. Ол жамағайын, қаймана, ағайын болып жалғасады. Сондай-ақ біз 3 жұртымызды да біле жүруіміз керек. Ол өз жұрты, нағашы жұрты. Егер де шешенің нағашысы болса, түп нағашы және де қайын жұрты. Осылайша 7 атадан тараған ұрпақ 7 рулы елге айналатыны белгілі. Енді отбасы тәртібіне келетін болсақ, мысалы, үйдегі анасының сүтін еміп жүрген кішкентай баланың аузындағы тамағын әкесі жемейтін болған екен. Бұл өте қатаң түрде қадағаланған. Себебі сүттің нілі тамақ арқылы қанға өтсе, ол да қан тазалығына әсер етеді деп пайымдаған екен қазақ елі.
Және балаларын үйлендіру алдында әке-шешесі қан тазалығына өте мұқиятпен, жауапкершілікпен қараған, жан-жақты оған дайындалған десек те болады. Соның бірі сүт ана туралы. Балаларын үйлендіру алдында әке-шешесі қан тазалық жағынан үлкен жауапкершілікті атқарған. Бір баланы екі ана қатар емізбеуге негізінен тырысқан екен. Ал сондай жағдай қажет болған кезде абысындарды ғана бір-бірінің баласын емізуге рұқсат берген. Және де ол ананы сүт анасы деп құрметтеп, ат мінгізіп, шапан жауып, өле-өлгенше сыйлап өткен екен. Енді қорытынды ойға келер болсақ, біздің ұлы ғалымдарымыз Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласұғни, хандарымыз Есім хан, Қасым хан, Әз Тәуке хан, және де шешен билеріміз Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Бұл кісілер парасаттың пайымы болған ғажайып бірнеше артына мұра қалдырған. Сол мұралардың ішіндегі ең ұлысының бірі ол жеті атаға толмай қыз алыспау дәстүрі. Бұл дәстүр ұрпағымыздың саулығын сақтап тұрған алтын тіреу десек артық айтқандық емес, және біздің оған күмәніміз де жоқ. Міне бүгінгі біздің айдарымыз осымен тәмам. Сіздерге бұл мәлімет қажет болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.